Әлі енді қазір карантинда көп балалардың іші пісіп отыр ғой, іші пісіп, үйге сыймай, футболда ойнай алмай қалды. Бүгін Астана тіпті өте суық. Қанша градус? Бүгін 18-19 градус болды. Я карантинде... Говори. Карантинде я әрине ішім пысады, бірақ біз Америкамыз FIFA ойнаймыз, PlayStation-мен теледидардан футбол көреміз, Лига чемпионовтан. Бірақ әрине ішіміз пысады. Али енді қазір Баварияның жеңісі бар, Лионның жеңісі бар. Барлығын көріп отырған шығарсың, иә? Әрине біз Америкамыз көреміз. Вот особенно Бавария мен Барселона ойнады ма? Я Бавария жеңді. Қаншада қанша? 8-2 Бавария жеңді. Представляешь, менің ұлдарымда. Сен қалай қабылдадың оны? Менің ұлдарым біреуі қатты ренжіді, себебі олар да футболды жақсы көреді. Жаңағы Барселона ұтылғанда, это прям кәдімгідей жылады. Мен осы матчты көрдім, бірақ маған именно Лео Месси жалко ол. Жақсы, бірақ командасына подводить етеді. Али, если тебе удобно на русском языке, в принципе, сөйлей бер орысша, ешқандай проблема жоқ, окей? Просто Мессиді реально жалко болды, и Месси действительно, егер қазір Барселонадан кететін болса, в принципе, ол дұрыс та шығар, иә? Өйткені ол тырысады, бірақ командасы әрқашан жеңіле береді. Бірақ жеңісте болады Барселонада, бірақ именно Лига чемпионовта жеңе алмай тұрады. Да. Сенің командаң бар ма, Али? Жақсы көретін командам бар, ол ПСЖ мен Барселона, тағы Ювентус, Реал Мадрид. ПСЖ Неймар, да? Я, Неймар. Али, сені танымай отырғандарға айта кетші, сен қанша футболистпен, қанша танымал адамдармен жолықтың, сен кімдермен жолықтың? Ең бірінші мен Марадонамен кездестім. Марадона? Ол маған көп внимание уделить етті. Сосын ПСЖ-мен Мбаппе, Неймар, сосын солай көп футболистер келді. Андрей Шевченко, Зинченко, Месси, Роналду. Бәрін көрдім? Мен инстаграмда осы бар фоткалар осы. Да, и қайсы сенің ерекше есіңде қалды? Кім ұнады? Марадона және Роналду. Неге? Өйткені Марадона ол ең бірінші кездестім ғой, сол үшін. Тағы да ол маған как дедушка болды. Сөйтіп встретить етті жақсы. Ерекше көңіл бөлді. Роналду? Роналду ол, білмеймін, бірақ маған қатты ұнады. Қарапайым ба бәрі? Простой ба бәрі? Мынандай звезда емес па? Жоқ, олар өте добрый адамдар. Звезда сияқты етпейді. Да? Хабиб қандай болды? Хабиб, ең жақсы Хабиб. Ол өте мұсылман адам, өте жақсы. Да? Маған өте көп көңіл аударды. Молодец. Вообще, өзің ойладың ба осындай кісілермен кездесемін деп? Ойымда болды, мен армандадым. Армандар әрқашан орындалады. Ал сен сонымен қатар Никпен де кездестің, иә? Мен ең бірінші негізі мен 3 рет кездестім. Бірінші рет мен программа сегодня вечером болды Москвада. Сол жақта кездестім, мен жасым 7-де болды. Екінші рет Алматыда кездестік. Бұл бір программа болды, сол жақта мен де бардым.
иә сол жақта үшінші рет астанада болды форум болды сол жақта мен әрине келіп оны көрдім өте қуанышты болдым. Ник Вуйчич вообще адамдардың барлығына мықты мотивация сыйлайды, иә. Еш нәрсеге қарамай, денсаулықтағы кемшілікке қарамай, өмір сүруге ұмтылу керек, өмірді жақсы көру керек деп, иә. иә, мен анам маған кішкентай кезінен бастап осы кітаптарды оқиды маған Никуш туралы. Ол адам маған осы көп мотивация берді. Мен ол сияқты мотиватор болғым келеді. Не істеу керек деп ойлайсың ол үшін? Не сдаваться, осы армандарға жету керек. Если ты цель поставил, надо достигать эту цель. То есть никогда нельзя сдаваться? Да. Мысалы мен өскенде болашақта жүзуші болғым келеді. Сол мен тренировкаға барам, тастамаймын осы спортты. Кейде бола ма мынадай, Али, шаршап тұрасың, мысалы, спортқа барғың келмейді, футболға барғың келмейді, жүзуге барғың келмейтін кезде? Ондай уақыт әлі болмапты. Мен спортты ерекше жақсы көремін. Мен білем, сенен Красава интервью алды. Иә, Красава. Иә, келді, қонаққа келді, ол выпуск түсірді. Мен сол программаны көріп шықтым өзім. Сондай позитивный программа болды. Ал? Сондай позитивный программа болды. Иә, ол өз адам, осындай жақсы көңілді адам. Выпустары жақсы, көңілді болады. Да. Сен кімдерді көресің? По ютубта кімдерге подписан? Кімнің страницаларын жақсы көресің? Мен көбінесе футбол туралы көремін, Тудростағы Амкал осындай. Да, менің балаларым да көреді Амкал туралы. Құдай, ананы бір тепті, мұрны қанады, соның бәрін күнде айтып отырады маған. Иә, футбол осындай спорт. Неге біздің елімізде сондай Амкал сияқты, сондай YouTube страницалар, немесе сондай футболисттер жоқ? Білмеймін, өйткені мысалы басқа страналарда 7-6 жастан бастап футбол ойнайды. Академия бар. 5 жаста осылай. Ал бізде тек қана 8-9 жаста болады. Ал олар кіші жастан бастап осы футболды үйренеді. Ал мен ойымша осы Қазақстанда осы академиялар көп емес. Академия көп емес, одан кейін академияға түсу де қиын. Иә. Иә, өте қиын. Неге мысалы ютуберлер сондай? Білмеймін. Сен өзің болғың келмей ме? Сондай ютуб страница жүргізгің келмей ме? Келеді, бірақ мен осы менің профессионал ол жүзу ғой, сол білмеймін. Футболдан гөрі көбірек жүзуді, иә? Саған ұнайтын футболист бар ма? Ой, футболист емес, именно жүзуде саған ұнайтын спортсмен бар ма? Иә, ол Майкл Фелпс, ол ең атақты жүзуші. Мен ол сияқты болғым келеді. Көп медаль алған, бірінші орын. Иә, Майкл Фелпс. Дәл солай сенде рекорд жасағың келе ме? Иә, әрине. Ол жақта жүзуші болғым келеді. Молодец. Маған бір күнің қалай өтетінін айтшы, карантин кезінде қалай өтті сенің бір күнің? Бір күнің расписаниесін? Мен сағат 10-да тұрам, сосын тамақ жеймін, кішкене телефонмен ойнаймын, отырам, выпустарды көреміз, Красава, сосын PlayStation Американыз көреміз. Анамен жақын, осы семьямен карта ойнаймыз, иә, болады. Класстастарың хабарласып тұра ма? Ал? Класстастарың хабарласа ма? Иә, біз WhatsApp-пен
хабарласамыз. Ең жақын достарың кім сенің? Сондықтан әлде осы в общем. В общем. Ну, аттарын айтайын ба? Да. Так. Сыныптан Адият, Наби, тағы Жанбек Амир. Вот. Ну, менде осы конкретный жақын досым жоқ, менде әрқашан жақсы достар болады. Әрқашан маған көмектеседі. Мысалы, Амир бармаса, мектепке алып қалса, маған достарым әрқашан көмектеседі. Сен орыс тілінде де өте жақсы адамдар, достарым. Орыс ағылшын тілінде сөйлей бересің бе? Я бірақ ағылшын тілін жақсы білмеймін, бірақ тырысам. Да. Айтшы, сен мысалы Роналду болмаса Мессиді, Неймар, тағы кімді көрдің сен? Кім, Марсело, соларды көрдің бе? Салах, мысалы. Олармен қай тілде сөйлестің? Ол жақта папам сөйлеседі, өйткені олар ағылшынша сөйлейді ғой. Ал мен ағылшынша жақсы сөйлей алмаймын. Әкем сөйлеседі. Ал мен олармен футбол ойнаймын. Иә, олар мысалы саған арнайы бір сыйлығын берді ме? Мысалы, доп сияқты, футболкасы сияқты. Иә, олар маған автограф қояды, допқа, футболкаға. Қазір сол доп үйде ме? Жоқ, мен қазір көрсете алмаймын. Мен ойымда болды, осы прямой эфир жасап, осы футболкаларында доптарымды көрсеткім келеді. Иә, потом өзің страницаңда, иә? Иә, қазір көрсете алмаймын, өкінішке. Егер сен біздің елімізде футбол федерациясын басқаратын болсаң, сен футбол федерациясын демей қойын, жүзу спортынан, мысалы, федерацияны басқаратын болсаң, сен қандай өзгерістер енгізер едің? Сен болашақта қандай болғанын қалар едің? Чтоб дамыды жүзу, футбол, көп академия болу үшін. Мысалы, біздің Қазақстанда тек қана жақсы Қайрат академиясы. Мен ол жақта болдым, сол жақта осындай көп академиялар болса деймін. То есть, бірінші академия көп болғаны дұрыс, иә? Балалар жиі барады. Иә, воспитанниктер дейді осы Барселонада, мысалы, Месси ол академиядан бастап осы солай тренироваться етеді. Көп футболшылар сөйтеді. Менің балам айтады, Али, анашым дейді, біздің елімізден атақты футболистердің шыға алмайтын себебін айтайын ба дейді. Себебі біз Мадридтан, біз Барселонадан өте алыс тұрамыз дейді. Сол жақта туып өскен балалардың шансы үлкен дейді әйгілі болуға. Солай ма? Келісесің бе? Я келісемін. Да. Потому что олар көзге көп түседі дейді. Оларға... Ол жақта көп командалар болады. Көзге оңай түседі. Бізге футбол дамымай жатыр деп кейбір адамдар жазып жатыр. Енді ауылдық жерде, мысалы, қаншама бала Месси болғысы келеді, Неймар болғысы келеді. Бәрі трансфер болып, қымбат ақша, көп ақша тапқысы келеді. Бірақ сол балалардың, мысалы, ауылда баратын спорт школалар жоқ. Я, олар осы білмеймін қалай істеу керек. Мысалы, матч болғанда біреу Астанадан, мысалы, олар ауылға келіп, осы көру керек ойыншыларды. Сөйтіп, оларды алып кету керек. Менің ойынша сөйтіп. Да, ол үшін жаңағы агенттер біздің елге келіп жүру керек қой, дейі, иә? Иә. Біздің елімізде сен жақсы көретін спортсмендер бар ма? Футболда, жүзуде? Я футболда Астана командасында Ненад Эрич. Эрич ұнайды, иә? Қонысбаев болды бізде, кім болды тағы? Исламхан бар, Сидахмет бар. Футболшы маған ұнайды. Тағы мен ұнайтын жүзушім ол Баландин. Баландинді көрдің бе өмірде?
Жоқ, өкінішке орай көрмедім. Нұрордаға сен өзің үйреніп кеткен шығарсың қазір, иә? Бастапқы кезде сені балалар жақсы қабылдамай, сондай бір сәттер болды ма? Жоқ, біз ең бірінші сыныпта болғанда, осы олар айтты балаларға, осындай бала келеді, солай подготовить етті. Мамаларына айтты. Сөйтіп, мені жақсы қарсы алды. Апайларың қалай сабақ оқытқанда? Саған жеңілдік жасай ма? Жоқ, как обычно балаларды үйретеді, мен де сөйтіп үйретті. Ұрса ма? Ал? Ұрса ма? Жоқ, осындай болмады. Точно? Точно. То есть сен сабақты жақсы оқисың? 5-ке 4-ке оқимын. Иә, қай пән саған ұнамайды? Ұнамайды, білмеймін. Даже знать, бірақ математика қиын. Математика ұнамайды? Жоқ, ұнайды, бірақ қиын болады. Қиын, жарайды. Қай пән саған ерекше ұнайды? С удовольствием барасың? Дене шынықтыру. Ең өзіңе ұнайтын пән дене шынықтыру болып тұр ғой? Иә, өйткені біз ол жақта футбол ойнаймыз. Әртүрлі спорт болады. Ал мен жақсы көрмейтін сабақ, мысалы, еңбек или рисование, сурет салу. Неге сурет салу ұнамайды? Білмеймін. Менде не получается. Да? Да. Әнің екеуің жүресіңдер, иә, бірге үнемі? Иә, үнемі бірге. Ол маған бірінші сыныптан көмектеседі. Кітап апарады, су, біз басқа сыныпқа барғанда ол мені әрқашан апарады. Мысалы, мен бір нәрсені аламасам, ол маған әрқашан алып береді. Ұрысып қалмайсыңдар ма немен? Бір нәрсеге таласып? Кейде болады. Мысалы, қандай кезде? Футбол ойнағанда. Біз ұрысып қаламыз. Футболда болады, бірақ қатты емес. Қатты емес? Иә. Енді қазір сені бүкіл Қазақстан жақсы біледі ғой. Сенің бір кластасың ғой деймін, Жарин Новак деген жазып жатыр. Али дейді, 3-ке оқиды ғой дейді. Солай ма? Жоқ. Өтірік айтпаңдар, балалар, сендер көріп отырсыңдар ма қазір? Неге сендер Алиді 3-ке оқиды дейтіндер? Ол 4-5-ке оқиды. Иә, мен 4-ке 5-ке оқимын ғой. Иә, олар әдейі сені ықтығыңа тиін деп жатқан ғой, жыныңа тиін деп жатқан ғой. Мысалы, енді ұл балалардың арасында болады ғой, қанша дегенмен бір сөзге келіп қалу, бір проблемалар болған жағдайда. Сен кіммен шешесің ол проблемаларды? Мамаңа айтып, әкеге айтып, болмаса өзің шешесің ба? Мысалы, қандай қатты проблема болса, мамама айтамын, бірге шешеміз. Иә, солай. Ал егер бұлай, жеңіл проблема болса? Менде осындай проблема болмайды. Иә? Мен қазір зарядкаға қойып алайыншы, иә? 1 секунд. Батарейка отырып жатыр да. Ар жақта әжең сыбырлап жатыр ғой, не сыбырлап жатсыз? Жоқ, сұрақтарды естімей қалады сосын. Мен құрметті оқырмандар, айта кетейік, бізде желіде тұрған, яғни тікелей эфирімізде Али тұрған бокспен өтуде. Али біздің елімізде Ник Вуйчич деген атпен танымал. Али осыған дейін Лига чемпионовта, басқа жерде үлкен марапатта болды. Али Роналду сияқты, Месси сияқты, Хабиб сияқты, Салах сияқты, одан кейін Марадона сияқты өте танымал адамдармен кездескен бұл балақай. Бұл балақайды әлемде барлығы біледі. Танымай отырсаңыздар, сіздерге таныстыра кетейін. Али, сенің қазір жасың 13-те, 14-те? 12. Толық 12-десің, иә? Иә. Ақпанда 13-ке келем, ақпанда.
Ақпанда 13-ке келесің. Сен водолейсің? Иә, водолей. О, қаншасында туған күнің ақпанның? 14-ті. 14-ті. Менің баламнан тура 1 жас үлкен екенсің. Иә. Мамаң сенің өте көп сұхбаттар береді. Мамаң всегда сенің қасыңда болады. Папаң үнемі қасыңда болады. Енді ол кісілер сені қатты уайымдайды. Иә, мамам уайымдады, қалай мен мектепке барам. 1-ші сыныпта қалай боламын деп әрқашан жанында болды. Бірақ қазір мен өзім жүре алам, мысалы, мектепте өзім болам, екеуміз. Мен көрдім сені анау Красаваның видеосында, коридормен сені неге отырғызып алып, зырылдап жүгіріп жүрген. Қазір енді мамаң спокойно өзіңді жібере береді, иә, мектепке? Иә. Бірақ 1-ші, 3-ші сыныпқа дейін әрқашан қасында болды. Мен әжем болды. Мысалы, мен ребенком туылғанда мамам осы қарындасымен болады. Сол кезде менің апам болды мектепте. Күтті мені. Бірақ қазір мен Америкамыз барамыз. Мектепте боламыз, иә. Сестренкаң есімі кім? Амина. Амина. Сонда Али, Амир, Амина, Айдана. Айдана. Сен алдыңда, иә? Мен 2-ші баламын отбасыда. Али, айта қойшы, сен бір сұхбатыңда айтыпсың, көп адамдардың көп жағдайда проблема мидан деп. Қазір қарап отырсаң, аяқ қолы сау, балалардың көбісі, мысалы, спортпен айналыспайды, әке-шешесін тыңдамайды, сабақ оқымайды. Сен жаңа айтып қалдың, мен мотиватор болғым келеді деп. Сен ондай балаларға қандай ойыңды, пікіріңді айтқың келеді? Олар, мысалы, көп телефонда отыруға болмайды. Өйткені сен көп уақытты жоғалтасың. Спортпен айналысу керек. Өскенде қазір спортпен айналысасың, сосын өскенде денең сау болады. Ешқай жерін ауырмайды. Өзіңе жақсы болады. Сабақты оқымаса, ол өскенде өзіне жұмыс ала алмайды. Солай. Білім болмайды. Ата-анаңды тыңдамасаң, ата-ана әрқашан жақсы осы совет береді. Әрқашан ата-анаңды тыңдауың керек. Енді тыңдамайтын балалар бар ғой, жоқ емес, иә? Өзің көретін шығарсың? Әрқашан болады сондай бала. Мен де кейде сондай боламын. Сен де боласың ба сондай тыңдамайтын бала? Мамаң не деп ұрсады ондай кезде? Ал? Мамаң не деп ұрсады ондай кезде? Қатты ұрыспайды, мен осы қатты тыңдамаймын кейде. Үнемі күліп жүресің? Иә, мен туғаннан бастап анам, әжем, әкем әрқашан мені сөйтіп тәрбиеледі. Күліп, сөйтіп. Күліп жүр деді ғой. Бәрін жеңесің деді ма? Иә, тағы кішкентай болғанда мамам Никуш әрқашанды оқыған кітапты. Сөйтіп мен түсіндім, әрқашан көңілді жүру керек. Никтің қай айтқаны саған ұнады? Қандай ойы ұнады Ник Вуйчичтің? Қиындыққа берілмеу керек. Иә. Иә, осы. Кітапта жазылып тұрды осы. Сөйтіп. Али, мен ойлайтынмын, сен қазақша қиын сөйлейтін шығарсың, яғни білмейтін шығарсың деп. Өйткені сен сұхбаттарда в основном орысша сөйлейсің, иә? Негізі қазақша өте жақсы. Рахмет. Шын айтам. Айсипат апай?
Иә, тыңдап отырмын. Мен айтып отырмын, бала орысша сөйлейді, бала қазақша сөйлей алмайды деп айтып қалады кейбір жерде. Мен айтам, қазақша сұрап та ғой, ешқандай да бір проблема жоқ қой қазақшасында. Жақсы сөйлейді қазақша, иә. Қазақ сыныбына бара ма? Ау? Қазақ сыныбына бара ма? Қазақша, иә, Нұрорда қазақша оқиды екеуі де, екі немерем де. Сыбырласып жаңағы Зарина дегенің айтқан сөзінен қайсызданып жатыр, мен дұрыс емес сондайлар адамдар бар. Комментарияны оқысаңыз неше түрлі нәрсе жазады. Мен жібермей оқимын, 4 рет оқимын. Әртүрлі адамдар бар ғой. Айсипат апай, мен былай ойлаймын комментарийға байланысты. Өмірде бізге үлкен үлгі, осы Али балапанның өзі бізге үлкен үлгі. Біз үлкендер болып, аяқ қолымыз сау бола отырып, кадрда кішкентай мотиватор Алиді көре отырып, соған жаман сөз жазудың өзін мен арсыз адамдар деп есептеймін. Бұл деген тәрбиесіз адамдар деп есептеймін. Себебі қаншама еріншек жігіттер бар, қаншама еріншек балалар бар, қаншама еріншек ата-аналар бар. Баласына, мен ол жағдаймен байланыстырғым келмейді, жағдай бола тұра, баласына мысалы дұрыс бағыт бере алмайтын ата-аналар бар. Соның қасында бізге Али үлкен үлгі, сіздің қызыңызға берген тәрбиеңіз, қызыңыздың Алиға берген тәрбиесі, ұрпақтан ұрпаққа өтіп жатыр қазір қарасақ. Ал анау комментарийларға байланысты, менің ойымша, менің мамам да сіз сияқты. Анау бұлай бүйдеді, бұлай біреу сөйтіп жазыпты деп, енді 60-тан асқан үлкен кісі ғой, уайымдап отырады. Мен сонда айтам, ол адамның сіз жағдайының дәл сол сәтте қандай екенін білмейсіз, неге күйіп пісесіз деймін ғой. Оның көңіл күйі жоқ шығар, ол адамның өзінің тәрбиесі сол шығар. Ал біз соған қазір бүкіл жүйкемізді бәрін құртып уайымдаймыз деп. Сол сияқты апа, сіз ондай нәрселерді кейде өткізіп жеріңіз. Қайтесіз біреудің ашуын, біреудің жаман жазғанын ойламаңыз. Сіз білесіз, мысалы, Алидің қандай бала екенін, біз білеміз қандай бала екенін, көріп отырған қаншама ақылды адамдар бар. Алидан мысалы қарап үйренуіне болады. Мен жаңа сұрап отырмын ғой, Али енді бәрін бала болып айтып жатыр ғой, ойында ештеңе жоқ, мен де айтып қоямын, мен де мамам айтқанын тыңдамаймын деп. Күйеу балаңыз туралы білгім келеді. Күйеу бала, мен осы қызыма көп рахмет айтамын, осылардың арқасы. Көп адамдар жазады, неге Али ғана жер көктің бәрін шарлайды, неге одан басқа балалар бар деп. Оны ешкім біздің осы жақтан көмектесіп жатқан адам жоқ, тек қана сол күйеу бала мен мамасының арқасы. Күйеу бала енді сол жазады, өзі де футболист қой, жақсы көреді. Амна бала талпынғаннан кейін соны поддерживать етіп, жер көкке жазып, қызы мен екеуіне осыларға көп рахмет айтамын. Алла тағалаға бірінші рахмет, жолын болғызып жатқан, көмегі тиіп жатыр. Содан кейін соның ата-анасына көп рахмет айтамын. Осылардың арқасы жер көкті аралап жатқан. Енді рахмет, жаңағы айтып жатқаныңызға, дұрыс комментарияға внимание жасамайын деп ойлайсың, бірақ та енді олар да ерінбесін, сіз айтпақшы, жалқау болмасын, жазсын, сұрасын, барсын, көрсін. Біз мысалы Алиді мектепке кіргізу үшін мен өзімнің қызыма көп алғыс айтқым келеді. Үйге мұғалім берді, үйде оқысын деп. Неге ол үйде оқу керек? Интеллект күшті, бәрі жұмыс деп тұр. Елдің арасында адамдардың Алиге де көп енді Алланың берген бұған тоже жаңа күші шығар. Өз сондай берілмейді ғой ештеңкеге. Қабағын түйіп, бірдеңкеге ренжіген деген онда үйде никогда ондай жағдай болмайды. Күліп ойнап, бізді күлдіріп отырады. Өз сондай қалжың қой өзі. Сондай жақсы қазақтың сөздерін біледі, жаңа сіз айтпақшы, қазақша сөйлейді екен ғой деп. Аллаға рахмет, сосын ата-анасына рахмет айтқым келеді. Енді біз көңіл бөлеміз, балаға кішкене көмектесеміз, бірақ енді ата-анасының еңбегі. Бұның бәрі соның жемісі. Алғашқы бірінші протезді Российское милосердие дейді, солар көмектесіп, 2 жасында Германияға барып протез салды. Содан іздесіп жүріп, өздері әйтеуір анамында жүріп, оңай нәрсе емес қой ол деген. Жүрсе екен, көрсек екен, сым кисе екен, басқа балалар сияқты мектепке жүріп кірсе екен деген армандар болды, бірақ Аллаға шүкір, осы аман болсын енді.
Али Тұрғынбеков. Алиді мен тағы да таныстырудан шаршамаймын. Алидің парақшасына жазылып қойыңыздар. Али өзі мотиватор болғысы келеді болашақта. Али, мотиватор болу үшін не істеу керек? Қандай қадам жасау керек? Қалай ойлайсың? Ең бірінші, ешқашан сдаваться, нельзя сдаваться, әрқашан Мысалы, ел жерді аралап, мысалы, мотивациялық лекциялар өткізгің келе ме? осы Никуч сияқты болғым келеді, осындай жасап. Егер де сен болашақта спортсмен болмасаң, қандай мамандық таңдар едің? Білмеймін, осы ойламаптым осы. Мысалы, қандай мамандық, кім болған келеді, жалпы болады ғой? Егер де мен мынау болмаса, мүмкін мынау кісі сияқты деп айтуға. Мотиватор болам. Осы адамдарды шақырып, оларға айтам Никуч сияқты. Мен қазір саған, Али, 2 минут берейін. Сен көз алдыңа көзіңді жұмда елестет. Сенің алдыңда үлкен зал. Залда лық толы халық. И сені халықтың алдына шығарды, сен мотиваторсың. Не айтар едің? Неден бастар едің? Ойлаймын. Ойлан, онда тұрған еш нәрсе жоқ. Бұл сенің бірінші экзаменің болсын. Осылай, мысалы, сен қазір дағдыланып алсаң, біраз уақыттан кейін прямой эфир арқылы сондай мотивация беруіне болады. Өзің сияқты балалар, мысалы, сағы сынбай, саған қарап ұмтылса, почему бы нет? Ең бірінші, мен осы залдағы отырған адамдардың көңілін көтерем. Сосын мен айтам, өзімнің историяларымды айтам. Қазір бір историяңды айтып бер. Мысалы, менің есімім Али Тұрғынбеков. Мен 5 жасымда болғанда, немесе 10 жасымда болғанда деп бір историяңды айтып берші. Мен осындай қиындық көрдім, бірақ мен сол қиындықты былай жеңдім деп. Мен когда я Давай на русском. Если тебе удобно, вот подготовься и давай на русском. Когда я переехал в Астану, я в первый раз я был в школе, и тогда, не в Нуриден, уже емес бір мектеп болған. Да, камераны чуть подальше держи, чтобы тебя видно было. Да. Мен білмедім, қалай достасу керек. Ең бірінші сыныпта болғанда мен білмедім ғой қалай болады деп. Сосын мен осы сыныптастармен сөйлесе бастадым, сөйтіп осылай достасуды үйрендім. Бірақ баста маған қорқынышты болды, ұялдым кішкене. Арманыңмен бөлішші. Мен өскенде жүзуші болғым келеді. Осы ақша алып, үлкен үй алам, апама, әкеме, мамама, бауырыма, осы сөйтіп жер үй салып, отбасымды счастливый көргім келеді.